Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары. Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларын бірнеше категорияға бөлуге болады. Мүсін, кескіндеме, яғни немесе сыршырай деп аударып жүрміз қазір, архитектура, яғни сәулет өнері, графика, сәндік қолданбалы өнер, театр декорациясы және дизайн. Сыршырай немесе кескіндеме екі түрге бөлінеді: станокты және монументалды. Станокты кескіндеме полотнода, яғни кенепте және крагесте жазылады. Ал монументалды кескіндеме әртүрлі архитектуралық нысандарда салынады. Олар үйлер, діни ғимараттар, мешіттер, церковьтердегі мозаика мен витраждар. Архитектура монументалды бейнелеу өнеріне жатады. Сәулет құрылыс өнері жобалау және құрылыс салу өнері. Архитектура сәулет өнері, құрылысты жобалау, салу. Оған көркемдік бейне беру өнері. Архитектура туындылары адамның күнбе-күнгі тіршілік ортасын қалыптастырады. Олар әртүрлі қажеттіліктерді атқаруға арналған және адамның эстетикалық талғамына жауап бере алатындай болып салынған тұрғын үйлер. Қоғамдық ғимараттар, өнеркәсіптік кешендер. Сәулет өнері техниканың, ғылымның және өнердің тоғысқан жері. Адамзат баласы көне заманнан бастап құрылыспен айналысқан, әлі де айналысып келеді. Келесі бейнелеу өнерінің түрі ол мүсін. Мүсіннің шығу тарихы негізінен Қазақстан аумағында ежелгі мүсін өнері ескерткіштері тас дәуірінен пайда болған. Бұл тас мүсін балбал тастар. Негізінен мүсін жасау үшін тас, қола, ағаш және мәрмәр тас қолданылады. Мәрмәр тас мүсіндеуге өте қиын, бірақ өте төзімді материал болып табылады. Кескіндеме өнеріндегі сияқты мүсін өнерінде де монументалды және станокты болып бөлінеді. Біздің қаламызда монументалды мүсіндерге жататын, яғни олар кеншілер даңқы, авторы Анатолий Петрович Былык, Қасым Аманжоловтың ескерткіші, авторы Жеңіс Молдабеков, Қаныш Сәтбаевтың ескерткіші, авторы Ольга Прокопьева және оның ұлы Дәурен Досмағамбетов, және тағы да осындай үлкен ескерткіштер. Сонымен қатар саябақтардағы шағын мүсіндер болады. Монументті сәндік шығармалар әдетте жеке ансамбльдің, алаңның немесе демалыс орындарының сәулеттік композициясының жиынтығы болып табылады. Бейнелеу өнерінің келесі түрі ол графика. Графика бұл ұғым суретшілер іс-әрекетінің өте кең және сан алуан шеңберін қамтиды. Кескіндемеден графиканың ерекшелігі сол графикамен біз барлық жерде кездесеміз. Кітаптағы иллюстрациялар, газеттегі суреттемелер мен карикатуралар, түрлі товарлардың орауыштарын безендіру, көшедегі плакаттар, осының бәрі графика. Графика неғұрлым шартты, ол түстер мен формалардың бүкіл байлығын бере алмайды. Графика оларды жеңілдете отырып, ең негізгісін таңдап алады. Графика өнерінің кескіндемеден кейбір белгілері кескіндеме өнерімен ортақ, онда да жазықтық үстінде бейнелеу орын алады. Графиканың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Біз оған әрине кейінгі виртуалды экскурсиямызда толығымен тоқталатын боламыз. Гравюра мен литографияны, линогравюраны жасау үшін арнайы станоктар қолданылады. Келесі түрі сәндік қолданбалы өнер. Сәндік қолданбалы өнер туындылары әр үйде кездеседі. Бұл зергерлік бұйымдар, қыштан жасалған бұйымдар. Сәндік қолданбалы өнер туындылары негізінен ұлттық нақышта жасалады. Сондықтан да әр ұлттың салт дәстүрі, әдет ғұрпы негізге алынады. Бейнелеу өнерінің түрлерімен қатар біз айттық, ол бірнеше жанрлары да бар. Шебердің әрбір қолынан шыққан туындысы белгілі бір тақырыпқа сай жасалады. Оны жасаған кезде суретші, шебер, жаңағы мүсінші болсын, өзінің ішкі жан дүниесін, ойындағысын көрсеткісі келеді.
Осыған байланысты бейнелеу өнерінің бірнеше жанрларға бөлуге болады. Бұл жүйелі жанр түрлері 16 ғасырда пайда болды. Оған дейін тек жоғарғы төмен деп қана бөлінді. Яғни аспан кеңістікте бейнеленсе, аспан кеңістігіндегі заттар оны жоғары, жердегі бейнеленген заттарды төмен деп қана бөлген. Бейнелеу өнерінің жанрлары олар портрет, пейзаж, натюрморт, батальды жанр, тарихи, маринистік, аңыздық. Бұның барлығы, яғни бейнелеу өнерінің жанрлары екен. Жылдар жылжып, уақыт өткен сайын бейнелеу өнерінің бірнеше жанрлары қосылып, күннен күнге, жылдан жылға түрлене түсуде.